Сәлем баршаға. Қыстың қамын жазда ойла деп бекер айтпаған. Яғни қазір барлығы арзан уақытында осылай компотты молырақ қылып жауып қойыңыздар. Ең алдымен бізге керегі осылай черешня, лимон, шие қажет. Граммдардың барлығын описанияда қалдыратын боламын. Барлығын жуып тазалап алдық. Қантымыз және де алхоры, мята, одан кейін өрік қажет болады. Алдымен банкаларымызды жақсылап стерилдеп аламыз. Кемінде қыздар 3-4 минутқа дейін жақсылап стерилдеп алыңыздар қайнаған суда. Одан кейін үлкен кастролямызға толтырып суды қоямыз. Барлық банкалар стерилдеп алғаннан кейін барлығын бірінен соң бірін саласыздар. Қыздар, бұл жерде айтып кетейін, қатып қалған заңдылық жоқ. Мынанша грамм қосу керек, мынанша грамм қосу керек деген жоқ. Осы жеміс-жидектердің барлығын, яғни ягодалардың барлығын көз мөлшермен қоса бересіздер. Алхоры салдым, одан кейін өрік салдым, 5-6 өріктен. Қаншалықты молырақ салсаңыздар, соншалықты сіздердің компоттарыңыз өте дәмді болып шығады. Одан кейін осы черешня саламыз, одан кейін шие саламыз. Және де қыздар, бұның үстіне бірде бір су құйып, су араластырып, кейін қыстыгүні іше бересіздер. Сол үшін аямай молырақ қылып салыңыздар. Шиені салдым, және де мятаны салып жібереміз. Қыздар, мятаны бұл жерде көп салудың қажеті жоқ, өйткені мятаның дәмі тұрған сайын қатты шығады. Сол үшін кішкене ғана бөлігінен салып жібересіздер. Ең соңында лимон саламыз. Қыздар, лимонды да көп салмаңыздар, осында кішкене ғана 2 тілімін салып жіберіңіздер. Өйткені лимонның да дәмі тұрған сайын дәмі шығады, бірақ ерекше дәм береді. Сол үшін лимонды да салуды ұмытпаңыздар. Енді біздің кастролямыздағы суымыз қайнап шықты. Осылай сарылдап қайнауы керек жақсылап. Одан кейін осы банкаларымыздың үстінен қайнаған суымызды құйып шығамыз. Барлығын үстінен құйып шығасыздар, қыздар. Осылай толтырып құямыз. Оның үстіне стерилденген крышкаларымызды, яғни крышканы 5 минуттай қайнаған суда қайнатып аласыздар, яғни стерилдеп аламыз. Осылай жарты сағатқа қалдырамыз, қыздар. Жоқ дегенде 20-25 минутқа қалдырасыздар. Одан кейін менде осындай арнайы крышка, осылай тесіп дайындап қойғанбыз. Немесе осындай дайын түрінде сатылады. Мен осы инстаграмға салған уақытта көп қыздар сөйлепті маған, зачем онда крышканы тесіп, дайын түрі бар ғой деп. Мен айтам да, үйде дайыны бар болған соң, не қылам, оны сатып алып деймін да. Сөйтіп қыздар, суын біз кастролямызға барлығын құйып аламыз да, оны да қайнатамыз. Енді 2 литр банкіге 200 грамм, 3 литр банкіге 300 грамм, 1 литр банкіге 100 грамм қант саламыз. Қанты көп деп ойламаңыздар, қыздар. Себебі бірден бір су құйып іше бересіздер. Суымыз қайнап шыққаннан кейін, прям қатты қайнағаннан кейін банкаларымыздың үстіне құйып бірден жауып аламыз. Стерилденген крышкамен жауып аласыздар да, жауып алғаннан кейін міндетті түрде төңкеріп суығанша орап тастайсыздар. Суығаннан кейін салқын жерде сақтаймыз. Мінеки қыздар, мен жыл сайын жабатын банкым дайын болды, өте дәмді болып шығады. Балаларыңызбен бірге рахаттанып тұрып ішесіздер, қыздар. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы.